Біреулер көптен бері бала сүйе алмай жатыр. Бұл тағдырға иман деген нәрсе осы жерде шайқалса, онда біраз жаңағыдай қателіктер жасап қою мүмкін. Мына Хадид сүресінде де Алла Тағала осындай бір мәселені сөйлейді. Мысалы, балаға қол жеткізгісі келіп жатыр бір отбасы. Ликай ла та'сау ала ма фатакум ва ла тафраху бима атакум. Тағдырдың бір керемет тұсы, қандай да бір нәрсеге қолың жетпей қалғанда, бала сұрап жатыр Алла Тағаладан, күллі жаңағы себептері жасалып жатыр дегендей нәрселер сұрап жатыр, қол жетпей жатыр, келмей жатыр бала. Біресе қол жетпей жатқан кезде көңілің түспес үшін тағдырға иман келтіруің керек дейді. Көңілің түспеу керек дейді, өйткені мен о баста саған қолыңды жеткізбей тұрған мен дейді. Көрдіңіз ба? Бұл маған оңай дейді. Оңай болғандықтан сенің қолың жетпей жатыр дейді. Маған оңай дейді ол. Ешкім аттап кете алмайды дейді ол жазмыштан. Сол қолың жетпеген кезде көңілің түспесін дейді. Мұсылман болсаң, иман иесі болсаң, көңілің түспесін дейді. Раббым қалағаны ғой деп қоя сал дейді. Қодаруллахи ма шаа фаала. Алланың тағдыр ғой, қалаған нәрсесі болып жатыр. Ал енді бала сүйді, Алла Тағала бір бала берді, тағы бір бала берді, тағы бір бала берді. Қол жетіп жатыр. Қуанбауың үшін дейді, қолың жеткен кезде. Көрдіңіз ғой? Өйткені мен дейді бұны беріп жатқан деген мәселе. Сенің бұл жерде ешқандай себептерің, ешқандай нәрсең жоқ. Сондықтан Алла Тағаланың әрбір қолыңа келіп жатқан нәрсе сынақ екенін біл дейді. Иннама амуалакум ауладукум фитна. Біліңдер, қолдарыңа беріліп жатқан мал да, өздеріңе сыйланып жатқан балалар да, ол сені бір күні айнытып жіберуі мүмкін сынақ дейді. Аллаға деген ниетіңнен айнытып жіберуі сынақ дейді. Мысалы, дүниеге келмей жатқан баланың өзін үміт етіп жатқан кезде шайтандар араласады. Сөйтіп оларға сабыр ету, Аллаға разы болу, күту деген нәрсені бұзғысы келеді. Осындай жерде бір жерге барып түнесеңдер, осындай жерге барып бір ағашқа бірдеңені байласаңдар, осындай жерде бір жерге барып осылай істесеңдер деген тәсілдерге адам шыдай алмай барады. Сөйтіп ол барады. Шайтан біледі, егер де оған бала нәсіп еткен болса, Алла Тағала тағдырда, дәл сол Алланың нәсіп ететін күні мен бұның сол жаққа барып жүрген сәті сәйкес кеп қалса екен, шіркіндеп жүр ол. Сол сәйкес кеп қалған кезде жаңағы нәрсені себеп қыла салады адам. Негізі ол мен дейді берген. Құр өзі күтпей, мен қалаған жолға сабыр ете алмай, өзін өзі құр ана жаққа апарып сөйтіп жүрген. Шайтан осы нәрселерде көздеріңе көрінбей итереді дейді сендерді. Алладан басқа нәрсені себеп қылып үйрету үшін сендерге дейді.